Технологияның дамуы бір орында тоқтап тұрған жоқ. Егер біз бұл технологияларды тек қиял ғажайып фильмдерден көрсек, ендігі таңда әрбір қалаған адам күнделікті өмірде қолдану үшін сатып алу мүмкіндігі туындап отыр. принтер. Оның қолданыс аясы күннен күнге артып келе жатыр. Жеуге жарамды тамақтан бастап күнделікті киетін киім, көлік жабдықтары, медицинада протездерді және адам ағзасын басып шығару үшін қолданылуда. Ал үлкен 3D принтерлерде тіпті тұрғын үйлерді де басып шығарып жатыр. Егер осыдан 15 жыл бұрын кәдімгі принтерлер тапшылық болса, қазіргі таңда ол принтерлерді әрбір үйден табуға болады. Дәл осындай жағдай 3D принтерлермен де болады деп сенеміз. Виртуалды көзілдіріктерді біз қиял ғажайып фильмдерден көретін едік. Соңғы 5 жылдың ішінде Microsoft және Sony компанияларының арасында өздерінің виртуалды көзілдіріктерін жасау үшін үлкен жарыс басталып кетті. Microsoft компаниясы ұсынып отырған HoloLens көзілдірігі көптеген мүмкіндіктерге жол ашып отыр. Мысалы, медицинада науқастардың хал жағдайын интерактивті түрде бақылау үшін қолданса, дизайнерлер әртүрлі 3D объектілермен жұмыс істеу үшін қолдана алады. Ал ойын ойнағанды жақсы көретін адамдар үшін виртуалды көзілдіріктер таптырмас құрылғы болып отыр. Болашаққа қайта оралу фильмін қараған адамдар Марти атты бас кейіпкердің ұшатын ховербордымен таныс. Дәл осындай ховербордты жасау әрекеттері әрдайым сәтсіз аяқталатын. Жақында Lexus компаниясы өз ховербордын ұсынды. Фильмде көрсетілгендей, Lexus'тың ұсынған ховерборды жерден 7-8 см алшақтықта қалықтап тұра алады. Тек асфальтпен ғана емес, судың да үстімен жүре алады. Бұл ховербордтың кемшілігі ауада қалықтап тұру үшін арнайы магниттелген жол керек. Компьютерлік ойындарда немесе қиял ғажайып жанрдағы фильмдерде кездесетін бұл костюмдарды енді шынайы өмірде де кездестіруге болады. Экзоскелет деп аталатын бұл костюмдердің басты мақсаты адам күшін арттыру. Ең алғашқы экзоскелет 60-шы жылдары жасалған болатын. Ол 4,5 кг күш жұмсағанның өзінде 110 кг ауыр салмақты көтеруге мүмкіндік берді. Алайда бұл тәжірибе сәтсіз болып шықты. Сондықтан жоба аяқталмаған күйінде қалып қойды. Ендігі таңда бұл костюмдерді әскери жағдайларда қолдануға мүмкіндік болатыны етіп құрастыру жұмыстары жүріп жатыр. Ал жапондықтар болса, оның 300-ден астам түрін жасап шығарып үлгерген. Олардың басты міндеті мүгедек адамдардың жүріп тұруын жеңілдету. Адам баласы мұнайды өндіре бастағаннан жер анаға деген зияны үлкен мөлшерде тиіп жатыр. Әрбір көліктен бөлініп шығатын көмірқышқыл газы жер шарындағы температураның жоғарылауына алып келіп отыр. Алайда көлік шығаратын компаниялар жайдан жай қарап отырған жоқ. Қазіргі таңда сутегі арқылы жүретін көліктердің саны жылдан жылға артып келе жатыр. Бұндай көліктердің табиғатқа және адам баласына зияны тимейді, себебі одан бөлініп шығатын қалдық су. Табиғат ана бізсіз өмір сүре алады, алайда біз табиғат анасыз өмір сүре алмаймыз. Осыны ұмытпайық, достар.